Қайырлы күн, қымбатты тыңдарман, қалыңыз қалай? Кеше уәде еткенімдей, кемел адам кітабындағы тақырыптардың бірі адамның өзіне деген сенімсіздігі. Осы тақырыпты айтатын боламыз. Адам өзіне қалай сенімділік ұялату керек? Сол туралы да оқып беретін боламын. Ал ендеше бастайық. Өз күшіне сенбеген халықта адамда ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Әлихан Бөкейханов. Адамның өзіне деген сенімсіздігі неден туындайды? Айталық, менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бастаған ісім үнемі нәтижесіз аяқталады. Туа біткен жаман мінезім бар, оны өзгерту қиын. Тағы басқа үмітсіз ойлар сананы торлап алған кезде, адам баласы өзіне деген сенімін жоғалтады да, айналасындағы жетістікке жеткен жандарға бөлек қабілет, қайталанбас талант, немесе сәттілік әрдайым жанында жүретін бақ қонған ерекше тұлға ретінде қарай бастайды. Мұндай күйдегі адамның қол-аяғы жіпсіз байланып, ынжық, бейшара халге түседі. Адамның өзіне сенімділік ұялату жолдары. Әр адам Алланың әспеттеп жаратқан туындысы һәм ардақты қолтаңбасы. Сөзсіз, біз адам баласын ең керемет бейнеде жараттық деген Құранның осынау аятына назар аударсақ, Алла тағаланың әрбір адамға қабілет қарын бергенін, түрлі қасиет пен мүмкіншіліктер дарытқанын байқаймыз. Сондықтан әр пенде өзінің мына әлемде маңызды жаратылыс екенін терең түсінуі тиіс. Сонда ғана адам өзіне күмәнмен қарауды доғарып, бойындағы қуаты мен ішкі ресурстарын сарқып пайдалануына жол ашады. Айналасындағы жетістікке жеткен жандар өз секілді адам екенін ұғынады. Абай Хәкім, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз деп, кертартпа кесел ойды тастап, өзіне сенуге, бойдағы Алла берген қабілет, қуатты пайдалануға шақырған. Қазақтың адамның жасағанын адам жасай алады деген текке айтылмаған шығар. Адам баласы дүниеге келгенде бір-біріне ұқсас һәм бірдей туылады. Мектеп қабырғасында да солай. Қабілет қарымы бір-біріне анау айтқандай алшақ кетпейді. Бірақ уақыт өте келе аралары алшақтайды. Бірі оқыған, тоқыған ғалым, бірі жетістікке жеткен кәсіпкер болса, енді бірі қарапайым жұмысшы күйінде қала береді. Неліктен? Демек, уақыт желмен пайда болған арадағы алшақтық Алла дарытқан ішкі сыртқы ресурстардың дамуы нәтижесінде пайда болып отыр. Әйтпесе, жетістікке жеткен жандар аспаннан салбырап түсе салған жоқ. Рас, кейбір адамның қайсыбір қырлары ерекше талант, өзгеше дарынды болуы мүмкін. Бірақ сенің де өзің әлі қолдана алмаған ішкі ресурстарың, мән бермей жүрген қабілет қарымдарың бар екенін ұмытпа. Соларды тауып жетілдіруге ұмтыл. Тіпті өзіңнің кейбір әлсіз қабілеттеріңді үздіксіз еңбек пен арнайы жаттығулар арқасында жетілдіріп алуың әбден болады. Сонда сен көштен қалып, ескі жұртта омалып отырмайсың. Ең бастысы, Абай атамыз айтқандай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Міне, бұл тақырыпта тамам. Тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі видеоларымыз жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыз. Үлкен рахмет.